айтып отырмыз ғой, жақсылық мен жамандық қатар келетін өмір деп. Мысалы тағы осыған қатысты мынандай сұрақ болуы мүмкін да, әрбір жамандық мысалы Аллахтың қалауымен болады ма деген. Басқаша мысалы айтар болсақ, неге жамандық жаратылған, тек жақсылық болса қалай болар еді деген сияқты осындай да сұрақтар бар. Жамандық не үшін жаратылды, Аллах тағала барлығын жақсылық беріп қоя салмай ма деген. Бұл сұраққа белгілі ғалым Рамазан Аль-Бути деген кісі бар, өмірден өтіп кетті. Ол кісі Аллах рахымына бөлесін. Күбра Аль-Яқиният деген кітабы бар. Сол кісі кітабында нақты жауап берген, Рамазан Аль-Бути деген кісі. Егер мысалы осы сұраққа қатысты да, егер біреу арамызда мысалы ішімдік ішетін болса, сондай жаман амал істеуге ниеттенетін болса, ол Аллахтың қалауымен болады ма деген. Егер иә деп жауап берсеңіз, онда Аллах жамандық жасауды қалайды деген түсінік пайда болады. Ал егер жоқ десеңіз, онда Аллахтың қалауынсыз да нәрселер болады ма не деген сұрақ туындайды. Көрдіңіз ба? Адамды ойын ойландырып қоятын сұрақтар. Ал не деп жауап бересіз бұл жерге? Жалпы бұл сұраққа жауап беру үшін өте нақты әрі мысалы дөп басып сөйлеу керек та. Алып қашпа жауап жүрмейді мұнда. Себебі Аллахтың қалауы туралы әңгіме қозғалғанда біз өте мұқият болуымыз шарт. Әсілінде адамнан, оның болмысынан, жаратылыс болмысынан екі нәрсе шығады. Біріншісі, мұқият тыңдаңыз, адамның болмысынан екі нәрсе шығады. Біріншісі, оның ешбір қалауынсыз, еріксіз болатын дүниелер. Мысалы, мәселен, адамның өмірге келуі, оның дүние салуы, кенет бір ауруға шалдығуы, мысалы ата-анасының бар немесе жоқ болуы өмірге келген кезде, осындай сияқты тағы басқа нәрселер. Мұнда біздің ешқандай қатысымыз жоқ бұл нәрселерге. Араласа алмаймыз. Біздің еркімізден тыс болатын дүниелер бұлар. Сіздің өмірге келуіңіз, қай жерде келесіз, қай отбасында келесіз, қай континентте, қай елде келесіз. Екінші, адамның қалауымен, таңдауымен, еркімен болатын дүниелер. Біріншісі адамның қалауынсыз, еркінсіз болады. Енді бұл екіншісі адамның таңдауымен, қалауымен болатын дүниелер. Бұл қалау, таңдау еркіндігін адамға о баста Аллах беріп қойған. Оны араб тілінде малакутул ихтияр дейді. Яғни таңдау, қалау, қандай да бір шешім қабылдауға еркіндік берілген адамға о баста. Бұл Аллах тарапынан берілген дүние. Мән беріп қараңыз. Мысалы, қазір сіздер осы тәфсір сабағына қатысып отырғандарыңыз өз еркіндіктеріңіз, таңдауларыңыз арқылы болып жатыр. Сіздерді ешкім мәжбүрлеп, мысалы, күштеп бұл жерде ұстап отырған жоқ. Әркім бойындағы өз таңдауымен келіп бұл дәріске қатысып отыр, дұрыс қой? Сол сияқты. Ертең біреу базарға баруды мысалы жоспарлап отыр, ертең біреу жұмысқа баруды жоспарлап отыр. Ол да оның өзіндегі бойындағы таңдаумен жасалынады. Адамның әркім өз бойында осындай таңдау еркіндігі бар. Демек, бізді жаратқан Аллах тағала өз қалауымен біздің бойымызда таңдау, қалау еркіндігі болуын қалаған о баста. Бұл оның қалауы, біздің қалауымыз емес. Егер біз осы қалауымыз арқылы намаз оқып бастасақ, мысалы, ол Аллахтың о баста бізге берген таңдау еркіндігімен байланысы бар ма жоқ па деген сұрақ. Әрине бар. Себебі таңдаудың, қалаудың негізгі қайнар көзін берген кім? Аллах. Сол сияқты егер адам мысалы ішімдік ішсе, ол оны Аллахтың берген қалау мүмкіндігінің, еркіндігінің арқасында өз қолымен, мән беріңіз, өз қолымен, қалауымен жасап жатыр. Жаратқан Жаббар тек таңдау мүмкіндігін берді оған. Бірақ ешкімді жақсы не жаманды жасауға мәжбүрлеген жоқ. Таңдау әркімнің өз қолында. Сол үшін Аллах тағала Құранда Бәләд сүресінде айтады: «Уахадайнаху надждайн» дейді. Аллах тағала адам баласына екі жол бердік дейді. Яғни Аллахқа бойсыну не бойсынбау әркімнің өз еркінде, өз қолында. Түсініп жатсыздар ма? Аллах біздің бойымызда қалау, таңдау еркіндігінің болуын қалады. Болды. Мәселе осымен бітті. Қайтып айтамын, Аллах біздің бойымызда қалау, осындай таңдау еркіндігінің болуын, о жаратқаннан басында сондай болуын қалады, болды. Одан кейін ол еркіндікті кім қалай қолданады, оны өзі біледі. Мысалы, сіздерге түсінікті болу үшін айтайын, өмірлік бір мысал келтірейін. Бір дәулетті кісі бар деген, қызметшісін шақырып, бір күні ол базарға барып, бір затты алып келу үшін оған бұйрық беріп, қолына белгілі бір ақша ұстатады. Бірақ қалған ақшаны жаратпай, шашпай алып кел дейді оған, артылған ақшаны. Әлгі кісі жаңа ақшаны алып базарға барып, қажетті зат сатып алады. Қолында артық ақша қалады жаратылмаған. Сосын ол бір шамасын қалтасына басып қалады. Яғни қожайынның айтқанын жасамай, оған қиянат жасайды. Қожайын не деді? Ешқандай қалған затты, ақшаны қайтып алып кел деді. Ал бұл не істеді? Қалтасына басып қалды. Енді қараңыз, қызметшінің бұл әрекеті қожайынның қалауымен болды ма жоқ па? Иә, қожайын оған солай жасау еркіндігін, мүмкіндігін беріп қойды оған. Бірақ қожайын қызметшіні қиянат жасауға итермеледі ма? Ақшаны басып қалуға итермеледі ма? Соған себепші болды ма? Жоқ.
иә жоқ әрине. Оны жасаған қызметшінің өз қалауымен жасады ол қызмет. Енді оның бұл қиянат жасаған әрекеті егер әшкере болғанда, ол маған қожайын солай жаса деп айтты деп қожайын кінәлай ала ма? Жоқ әрине. Оның бұған дым қатысы жоқ, қожайынның дым кінәсі жоқ. Ол мүмкіндікті берді, бірақ қиянат жаса деп айтқан жоқ. Қолына ақшаны берді, бірақ осындай нәрсені жаса деген жоқ. Ол қолына мүмкіндік бергенімен оған қиянат жасауға түрткі болған жоқ қожайын. Түсіндіңіз ғой, иә? Мысалы, тағы бір мысал келтіріп кетейінші сіздерге, түсінікті болу үшін. Менің айтқандарым қорытуларыңыз керек та бұл нәрсені. Өйткені бұл өте нәзік нәрсе, Аллахтың қалауы, адамның қалауы деген секілді мәселелерді біз ара жігін жақсылап ажыратып алуымыз керек та. Бір мысал айтып кетейін сіздерге. Тағы. Мысалы, екі студент жоғарғы оқу орнында оқиды. Уақыт өтіп, сессия бітіп, мысалы, ұстаз осылай емтихан тапсыру үшін алдын ала оларға дайындалуға бір шағын уақыт мұрсат береді. Бірақ ұстаз біледі, екі студенттің кімнің емтиханнан сүрініп құлайтынын және кімнің емтиханнан өтетінін. Себебі біреу сабақ жақсы оқиды, біреу жаман оқиды. Сонымен біреу емтиханға жақсы дайындалып, оқып, ізденіп келеді. Ал екіншісі кітаптың бетін мүлде ашпай келеді да. Екеуі де өз таңдауларын жасады. Қарасаңыз, екі студент. Ешкім мәжбүрлеген жоқ. Енді емтиханға кіріп, жақсы оқитын студент сүрінбей өтіп, ал оқымайтын студент құлап қалса, оған кім кінәлі? Мынау құлаған студент дайындалуға мұрсат берген, әрі оның құлайтынын о баста білген ұстазын барып кінәлай ала ма? Жоқ әрине. Дәл сол сияқты Аллах тағала біздерге өмірде таңдау еркіндігін беріп қойды да, бар мүмкіндікті алдыңға қойды. Бұған қоса ненің жақсы, ненің жаман екенін нақты бізге өзіміздің жаратылыс фитрат дейді ғой, фитратымызда немесе Құранды түсіріп, пайғамбар елшілер жіберіп үйретіп қойды. Сол бойындағы мүмкіндікті енді адам баласы өмірде қалай пайдаланатынын өз әрекеті арқылы білдіріп қойды. Ертең Аллахтың құзырына барғанда ешкімді кінәламас үшін ескертті, қорқытты, барынша сақтандырды. Құранда аяттар бар. Ей, жетімнің малын жеме, ата-анаңның ақысына кірме деген сияқты, туған туыстармен жақсы қарым-қатынаста бол деген сияқты, ананы ұрлама, мынаны соқпа, зina жасама деген сияқты көптеген ескертпелер, осындай сақтандыру Аллах тағаланың бұйрықтары бар. Ескертті осылай бізге, барынша сақтандырды, өмірде не істеуге болады, не істеуге болмайды. Осындай аяттар түсірді Аллах тағала. Енді сен келіп, Аллах неге жамандықты жаратылған деп сұрақ қоясың, мысалы адам. Бұл жамандық жаратылды сенің өмірде қандай адам болатыныңды көріп сынау үшін, бойыңа берілген таңдау еркіндігін қай бағытқа пайдаланатыныңды анықтау үшін беріліп отыр да сізге. Түсіндіңіз ба? Жалпы жаратқан Жаббар Аллах тағала кімнің бұл өмірде не жасайтынын, кімнің шалыс басатынын, кімнің жақсы адам болатынын, кімнің жаман адам болатынын о бастан біледі Аллах тағала. Бұл туралы біз сіздерге қосымша айтқан алдында. Оның білімінде ешқандай шек жоқ, күмән жоқ. Бірақ біз жақсы білуіміз керек бір нәрсені. Ол бізді ертең қиямет күні сол білген білім арқылы емес, біздің өмірде жасаған амалымыз арқылы сұрақ жауап алады Аллах. Бұл нағыз әділдік негізі қарап. Сен өмірде жақсы амал жасадың ба, жаман амал жасадың ба, сол таразға тартылады сол амал. Ол Аллахтың сенің жаман жақсы адам болатынын білген үшін емес. Аллах тағала былай қарасаңыз пендесіне сондай мейірімді ғой, жаратылыс тұрғысынан ше. Мысалы хадисте пайғамбар алейхиссалату вассалам айтады ғой, кімде-кім қандай да бір жамандық жасауды ниеттеніп, алайда оны жасамаса дейді, яғни одан Аллах тағала үшін бас тартады жамандық әрекет, Аллах оны өз құзырында толық жасалған бір жақсылық деп жазып қояды дейді, сауап береді дейді. Ал егер ол ниет етіп жамандығын жасайтын болса дейді, Аллах тағала сол жамандықты ғана жазып қояды дейді, жамандықты ғана. Ал жақсылықты ниеттенсе, бірақ жасамаса да, сол ниет үшін Аллах тағала оған сауап беріп қояды дейді. Ал ниет етіп ол жақсылықты жүзеге асырса, мыңдаған, ондаған сауаптарын жазады дейді. Аллах сондай кеңшілікті, не деген кеңшілік деймін да, сондай мейірімді деймін да. Сіз ниет етесіз, жамандық ниет етсеңіз, оны жүзеге асырмай сізге ештеңе жазбайды. Ал жақсылық ниет етсеңіз, ниетіңізге Аллах тағала сауап беріп қояды.